Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен картоптың қуыру жолын ұсынамын. Ең алдымен каналға жазылып, тіркеліп кетіңіздер. Бізге керек болады, міне осындай жас картоп. Қазір картоптың жаңадан шығып жатқан кезі. Міне бізге ұсақтары керек, майда-майдалары. Сыртын осылай қырып аламыз, аршымаймыз, тек қана осылай пышақтың көмегімен немесе темір четкалармен немесе арнайы губканың қатты жағымен қырып алсаңыздар жеткілікті. Міне қараңыздар, оңай ашылып жатыр. Міне барлық жерін міне осылай тазалап аламыз. Енді жақсылап жуып, тазалап, су құйып, тұзын салып, жартылай пісіріп аламыз. Сосын қызып тұрған майға суын төгіп тастап, картоптарымызды қуырып аламыз. Осылай араластырып, дәміне қарай тұз, бұрышын салып, паприканы саламыз. Паприканы картопқа ерекше түс беру үшін. Аскөктердің қалағанын саламыз, өздеріңізге ұнағанын. Және чеснок. Картопты өте көп араластырмаңыздар, және араластырғанда абайлап араластыру керек. Өте қатты езіп жіберуге де болмайды. Онсыз да бұл картоп тез пісетіндіктен қатты мыжып жіберуге болмайды. Абайлап араластыру керек. Мінекей, картопымыз дайын болды. Міне жұмсақ, қараңыздар. Бетіне пиязды турап, немесе қалаған аскөктеріңізді турап ұсына берулеріңізге болады. Сіздермен болған Эльмира.